Қайырлы кеш достар, сіздермен Нұрлан. Бүгін мен сіздерге қалай успешный трейдер болудың бір амалын көрсеткім келіп тұр. Оған көптеген факторлар роль ойнайды, бірақ та оның бірі бізде дневник трейдера жүргізу. Неге біз дневник трейдера жүргізуіміз керекпіз? Дневникте біз как раз таки не істейміз? Өзіміздің барлық сделкаларымызды жазамыз. Яғни ол успешный сделка болсын, не успешный сделка болса да. Оны айтылмай айтқан кезде, допустим, сізде не успешный сделка болды. Бірақ та неуспешный сделка сізде жазылып тұр ғой. Қашан ашылды, неге ашылды, қандай себептері болды, басқа таймфреймдегі жаңағы скриншоттары болды оның ішінде. Оның барлығы сізде сол дневник отчетностың ішінде болады. Яғни сіз оның барлығын өзіңіз толтырасыз. Әрине, бұл скальперлерге арналмаған нәрсе. Өйткені олар жарты сағаттың ішінде өте көп сделка ашып тастауы мүмкін, возможно. Оларға, возможно, басқашалау толтырған ыңғайлырақ болуы мүмкін. Бірақ та егер де сіз дейтрейдер болсаңыз, в таком случае сіздерге обязательно дневник жүргізу керек. Негізінде қандай трейдер болсаңыз да сіз обязательно дневник жүргізуіңіз керексіз. Неге? Өйткені егер де сіз өзіңіздің ошибкаларыңызбен жұмыс жасамасаңыз, ол ошибкалар сізде ошибка болып қалады, немесе убыток болып қалады. Яғни ол сізге ешқандай пайда алып келмейді. Адам өсу үшін не істеу керек? Ошибка совершать ету керек, дұрыс па? Яғни сізге проблема келді, проблема неден пайда болды? Ошибканың кесірінен пайда болды. Как раз таки сол ошибканы шешу керек сізге, чтобы өсу үшін. Бізде де дәл солай. Ошибка пайда болды, енді біз анықтауымыз керекпіз. Ол не нәрседен пайда болды? Мен қай жерде ошибся? Қандай факторлар менің ошибкаға келуіме әсер етті? Қандай эффектілер болды? Соның барлығын біз тек қана дневниктің ішінде ғана көре аламыз. Яғни өзіміз толтырған дневниктің ішінде ғана байқай аламыз. Енді, егер де сіздер өздеріңіздің ошибкаларыңыз жұмыс жасасаңыздар, әрине в таком случае сіз уже жаңағы ошибка емес ошибкаларыңыз, ол уже опыт болып қалады. Разницасын көріп тұрсыз ба? То есть өсу үшін получается сізге как раз таки ошибкалармен жұмыс істеу керек. Айтады ғой бизнес-трейнерлер, допустим, да, олардың барлығы айтады: ошибайся, 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 но сен ошибкалардың барлығын саған опыт болып келеді дейді. Как раз таки сол үшін біз ошибкамызбен жұмыс істеуіміз керекпіз. Именно поэтому оларды біз ешқашан игнорировать етпеуіміз керекпіз. Вот. Енді жалпы, допустим, қалай дневник отчетность деген болады, оның түрлері қандай деген секілді сұрақтарыңыз туындап жатса, адамдардың өздеріне байланысты. Кейбір адамдар видеоролик, запись экрана жасап алады, сделка ашылған кезде. Скриншоттар жасайды, оны отдельный папкада сақтайды, біреулер блокнотта жазады өзінің, біреулер Word'та, біреулер Excel'де. То есть сізге қалай ыңғайлы, солай жасаңыз. Бірақ та бізде самый удобный ол не? Ол Notion. Notion бағдарламасы арқылы сіз өзіңіздің отчетностьті как раз таки на другой уровень көтере аласыз. Notion деген өте ыңғайлы и жақсы бағдарлама. Соған қолдануды үйреніп алыңыз обязательно, потому что практически 90% трейдерлер, опыты бар трейдерлер. Олардың барлығы Notion'да дневник отчетность жүргізеді, Notion'да статья жазады, Notion'да ақпараттармен бөліседі. Енді сіздерге мысал ретінде көрсете кетейін. Бізде журнал сделок бар. Мен сіздерге бұл журнал сделкқа ссылка жіберемін. Ең алғашында сіздер әрине Notion'да өздеріңіз регистрация жасауларыңыз керексіздер. Яғни мені notion.so десеңіздер, то есть Notion деп жазсаңыздар, ол телефонға да бар, ол интернетте сайттар түрінде де бар. Яғни осы ссылкамен кіресіздер, регистрация жасайсыздар. Регистрация жасап болғаннан кейін аккаунтыңызға кіресіз ғой да. Кіргеннен кейін мен сіздерге описаниеда ссылка қалдырамын. Сол ссылканың ішінде осы журнал сделкты копировать етесіздер, просто дупликат жасайсыздар и все. Енді журнал сделок мысалмен айтқан кезде бұл самый упрощенный журнал сделктың бірі. Потому что бұдан қиындаулар бар. Яғни оның ішінде қандай сессияда ашылды, өте қандай новость болды деген секілді өте көп пункттер бар. Оларды өздеріңізде қоссаңыздар болады. Бірақ та ең алғашында новичок болсаңыз, самый простойдан бастауымыз керекпіз. Неге біз
асықпай самый простойдан бастауымыз керекпіз, потому что система кайдзен деген нәрсе бар. Кайдзен японский тілден аударған кезде шаг за шагом деген мағынаны білдіреді. Яғни біз шаг за шагом системна өзіміздің қалайтын результатымызға асықпай маленький цельдерді орындау арқылы жетуіміз керекпіз. Бұл жерде де дәл солай. Яғни біз ең алғашында самый простой журнал сделок түрінде анализ өзіміздің сделкаларымызды жасайық. Далее сіздер уже опыт жинағынан кейін сіздерге далее бұдан да серьезнее журнал сделктерді бөлісіп отырам. Бірақ та ол журналдарды мен сіздерге өзіміздің телеграм каналымызда тоже описаниеде болады. Сол ссылкаға кірсеңіздер, соның ішінде в будущем, через месяц, через два, алдымен осыны үйреніп алыңыздар, обязательно кіріңіздер, сол жерде полезный материалдармен бөлісеміз, және де осындай журнал сделктың уже продвинутый версияларын сіздерге тоже беретін боламыз. Далее біз не көріп тұрмыз? Яғни мына жерде біз өзіміздің парамыз жазамыз, результат, қашан ашылғаны, позиция бізде long болды, рейтинг, то есть 35, риск 1%, соотношение риска и прибыли, яғни RR бізде 5-7 болды. Бізде тейкпен жабылғаннан кейін бізде калькулятор уже 5-7% болды есептеп тұр. Direction, то есть бізде range'ның ішінде болды. Факторы, девиация, SSL, leak, то есть мына жерде мен, возможно, толық толтырмаған болармын. То есть бұның ішінде өте көп факторлер бар. Бұл Smart Money ішінде қолданылатын факторлер. Бұдан бөлек сіздер өздеріңізде, допустим, трендовый движение болса, кешірім сұраймын, допустим, осылай жаза салсаңыздар болады. Әрине орыс тілінде де жазуға болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы. Далее ашып көрейік. Ең алғашында open'ды басамыз. Мына жерге сразу парамызды жазамыз, биткоин USDT деп. И range, как раз таки менде боковой движение болды. Боковой движение ішіндегі range'тен кейін позиция ашылған болатын. То есть range ішінде ашылған, бұның ішінде до этого контртренд, трендовый движение болса, өздеріңіз таңдайсыздар. Далее факторлер жазылған болатын. Long, психология өте маңызды пункт негізінде. Бұл жерде менде есімде спокойствие, то есть барлығы четко болған, поэтому еш нәрсе жазған жоқпын. Егер де сізде қандайда бір психологический эмоция беріп тұрса, яғни жадность болып тұрса, немесе страх болып тұрса, немесе уайымдап тұрсаңыз бір нәрсені, обязательно осы жерге жазып қойыңыз. Допустим, жадность болып тұр дей салайық сізде. Потом бұл мына жақта бізде шығады. Так, бізде жадность болып тұрды дейдік. Және де далее не бізде рейтинг. Осы сделканың рейтингі қандай? Қаншалықты бұл сделка біздің барлық факторлерімізге дұрыс келіп тұр, бізге қалайша ыңғайлы болып тұр. Яғни біздің ойымызша бұл сделка қаншалықты оправдаться ету керек. То есть 1 жұлдыздан 5 жұлдызға дейін. Мен 3 жұлдыз қойдым, потому что менде бұл жерде агрессивный вход болды. Почему? Потому что ол кезде мен өзімнің партнером, объемдармен жұмыс істейтін трейдер, Қуаныш, тоже біз оларды маркет сайферді торговать етуді үйретеміз, біздің тоже курстарымызда бар. Бұның ішінде ол как раз таки осы моментте айтқан болатын, что объемдар кіріп жатыр, лонг ашу керек деп жатқан маған. Дополнительно менде де фактор болып тұрды, Қуаныште де факторлер болып тұрды лонг позиция ашуға. Как раз таки осы моментте біз позицияға кірген болатынбыз. Қысқаша айтқан кезде бұл жерде бір күндік демант болды, далее перелой болды, девиация болды мына жерде, тейк на пул ликвидности, то есть ликвидность көп орналасқан жерде болды. Бұның, то есть мына жерде болды менде алғашқы қызыл емес, мына үстіндегісі. Далее supply зонада, яғни поставка болған жерде қалған 7-25% тейк профит жасаған болатынмын. Алғашқы целім негізінде осы жерде болған, бірақ та өте үлкен памп и ақшаның, то есть яғни ликвидностьтің вливать етіп отқан көрген кезде мен түсіндім, то что на зонаға дейін 100% баға келетінін. Далее, RR менде 5-7 болды, то есть соотношение риска и прибыли менде 5-7% болды. Оны мына жерге жаздық, мына жерде ол автоматым шығады. 6 десем, 6% шықты. Screen open, screen closed.
позиция ашылған кездегі скриншоттың ссылкасы, позиция жабылған кездегі скриншоттың ссылкасы. Бұл скриншоттарды біз қайдан аламыз? Көріп тұрсыздар, как раз таки бізде прям серьезное падение болды после этого. Далее бұны қай жерден ала аламыз? TradingView'дің ішінде бізде мына жерде фотоаппараттың значогы бар. Сделать снимок экрана. Бұл жерде біз копировать ссылку изображения деген бассақ, бізде ссылка скопируется. То есть бұны біз мына жерге screen open деп ашып қойсақ болады. Яғни давайте мен бүгін сделка ашқан болатыным выходной күні, я білем, последний апта бізде өте кішкене непонятный болды деп айтсам да болады, потому что прям буквально бірнеше пункттер жетпей қалады, мен позициямды алып кету үшін лимиткама жетпей қалып, там баға разворачиваться етіп, ақталып, сондай, такая себе неделя болды. То есть сделкалар бұл аптада особо мен жасаған жоқпын. Максимум 2 сделка ашқан болармын вроде когда. И то біреуі воскресенье күні, бірақ та обязательно, так как воскресенье күні болғандықтан, мен оны 0.5, яғни 0.5 рискпен аштым, потому что неге? Әрине, потому что выходной күн. Выходной күні неге мен үйтіп ашуым керекпін деген сұрақтар болып жатса, өйткені выходной күндері, суббота, воскресенье күнде бізде не болады? Фондовый рынок және де форексный рынок отдыхает, то есть жұмыс жасамайды. Яғни, егер де онда үлкен крупняктар деп айтайық компаниялар арасында да отдыхать етіп отса, жұмыс жасамаса, яғни бізде волатильность снижена болады, соответственно, криптовалюта нарығында. Егер де бізде волатильность снижена болса, онда отработка торговых стратегий, любых қалаған торговых стратегияның отработкасы төмендейді. Именно поэтому воскресенье, суббота, воскресенье күндері сіздер либо снижаете риск, либо не торгуете вообще. Лучше всего сіздер журнал сделкты ашыңыздар, осы аптада жасалынған сделкалардың анализ жасаңыздар. Мына жерде мен неге тек істедім, неге менде рейтинг 3 болды, неге мен жабылып қалдым, неге психологиям қандай болды. Допустим, мына жақта менде тек емес, стоп-лосс болса, так барлығын қарап шығасыз, жадность, страх болып тұрса, значит, жадность пен страхпен мен жұмыс істеуім керекпін. Именно из-за них менде стоп-лосстар салынып жатыр деген секілді анализ жасауларыңыз керексіздер. Давайте енді мен қазір сразу же сіздердің көздеріңізше бір нәрсені жазып шығайын. То есть бүгін қандай күн? Бүгін бізде 4-сі дей салайық да, сегодня 4-сі. Так, мына жерде бізде не? С 1 минут буквально. 1 сағаттыққа қойын. Так, 1 сағатта біз не көріп тұрмыз? Supply зоналардан алғашында fulfill болды, supply зонадан реакция көрдік, разворот көрдік, чоч болды. Далее то же самое supply разворотный, на жерде на фоне новостей баға осылай резко құлап кетті. То же самое тест. Бірақ та на жерде буквально 1-2 пункт жетпей қалды мен позиция ашуым үшін осы жерде. То есть алғашқы кезінде менде шорт позициям осындай болған тұғын. Бірақ та бұған, как видите, көріп тұрсыздар, лимиткама баға жетпей қалды. Всегда осылай болып жатыр жерде. Бұл апта всегда до конца толтырмайды, то жетпей қалады, сондай болып жатыр. То есть мен дальше не істедім. Мен кіші таймфреймдерді қарап шықтым. Кіші таймфреймде бізде қандай возможностьтар бар. Яғни менде мына жерде не көрдім? Өте локальный чоч көрдім. Өте локальный чоч. Далее бұл 1 минутта қараған болатымын. Неге мен 1 минуттарды қарайым деген сұрақта келіп жатса? Потому что рынок фрактален болғандықтан тіпті 1 секундтық таймфреймді қарасаңыз да барлық жерде ол қайталана береді. Все правила, алгоритм везде қайталанады. Бірақ та просто кіші таймфреймге бара берген сайын біз шум көреміз. То есть мына жерде чоч көрдім, мына жерде мен supply зонаны көріп тұрмын. Баға в любом случае осы диапазонға жетеді деп, осы жерден шорт позиция ашқан болатынмын. Менде соотношение риска и прибыли 6:5. Так, мен уже возможность болды. Менде уже возможность болды 2:5 РР-мен, соотношение риска и прибыльмен. Позицияны жауып тастауға. Бірақ та мен жапқан жоқпын. Менде қазір стоп-лосс буыда тұр. Яғни бұл жерде картина неге мен шорт позиция ашқым келді. Тем более выходной күні да. Потому что мен көріп тұрмын то, что
Старший таймфреймде 4 сағат таймфреймде біз алғашында есімізге түсірейік. Біз рейнджтеміз, яғни боковиктеміз. Астында өте кішкентай девиацияны көріп тұрмыз. Бірақ та ол все-таки считается как-никак кішкене болсын. Далее свингтен на свингке дейін мен мына свинг лоудан мына свинг хайға дейін мен как раз таки Fibonacci тікасын тарттым. Премиум дискаунт зонасын анықтадым, OTE зонаны анықтадым, имбаланс бізде қайда бар, ликвидность қайда бар. Как раз таки бізде мына жерде ликвидность, мына диапазонда бізде имбаланс бар, мына жерде демант зона. Почему демант именно осы жер? Потому что мен мына жерден босты көріп тұрмын, слом структурын көріп тұрмын, яғни break-off структур. Дополнительно OTE зона осы жер. Яғни мен не күтемін? Мен күтемін, что как минимум баға қазіргі мақсаты ол сформировать higher low. Бізде мына жерде восходящий тренд болып тұр ғой. Получается, бізге нужно что? Higher low'ды сформировать ету керек. То есть баға осы имбалансты на какую-то часть жабады деген ойдамын. Далее разворотап higher low свингін формировать еткеннен кейін өздерінің дальнейший мақсаттары, яғни біздің мақсатымыз қазір обновление верхней границы ренжа болып тұр. Бірақ та абсолютно любой сделкаға біз бір фактормен ғана кіріп кетпейміз. Ол өте жаман ошибка. Бізге всегда несколько факторов и несколько подтверждений керек, что біз бұл сделкаға кіре аламыз деген секілді. Так, мен сіздерге қысқаша түрде түсіндіріп бердім, неге позиция ашқанымды мұны. Давайте енді мен 5 минуттық таймфреймге аударайын. Так, ең алғашында копировать ссылку на изображение. Журнал сделать ішінде мен screen open деген жерге, яғни позиция ашылған жері, ашылған кездегі скриншотым, және де позиция жабылған кездегі скриншотты мен осы жерге қоямын. Далее, direction, то есть менде по тренду идет или не по тренду, смотря қандай таймфреймде. Бірақ та біз старший таймфреймне отталкиваться ете берейік. Біз старший таймфреймде все еще восходящий трендтеміз. Но біз кіші таймфреймге аудара берген сайын біз контртренд торговать етіп жатырмыз. Яғни бізде восходящий болса, біз шортқа позиция аштырғандан кейін біз контртренд позициямызды аштық. Далее, қандай факторлер болып тұр бізде? Это смотря как учитывать бұл ситуацияны. Яғни мен алғашында, давайте мен осы 1 сағат таймфреймдегі менде ликвидность бар, имбаланс бар, ликвидностьтер бар. Далее, чойч бар кіші таймфреймде. Сол факторлерді осы жерге мен жазып шығам. Мен имбаланс деп FVG десем болады, создавать етіп. Далее, чойч. Sell stops liquidity. Ну, осы жеткілікті. Далее, наларын барлығын жазуға не обязательно. Самое главное, основной причиналарымызды біз жаздық. Дальше уже жалғастырсақ болады. Далее, бізде позиция шартовый. Профит жазбаймыз бұған. Психология менде. Такс, выходной болса да мен позиция ашқым келді, бірақ психологически мен спокойно болдым. Қазақ тілінде қарапайым деп жаза салайын. Рейтинг 4 жұлдыз, результат әлі непонятно, менде уже стоп-лосс бууда тұр, поэтому пока осы жерде осылай тұра берсін. Риск 0,5%. RR бізде 6,5. Яғни, егерде мен толық take профитмен жабылсам, 3,25% профит аламын. Өйткені менде риск менеджмент бойынша риск 0,5%. Мына жерде уже трейд ноут, яғни өзіңіздің замечание, примечание болып жатса, өзіңіздің ойыңызды дополнительно жазып жүру керек. Допустим, неге стоп-лоссты буға қоймауым керек еді деп жазып жібере аламын өз-өзіме. Потому чтобы кейін, допустим, да, неге мен өткім келді? Потому что баға примерно осылай қимылда басына қарай түсіп кетсе, менде ошибка в чем болады?
стоп-лоссты буға қойдым деген сөз. Именно поэтому мен как раз таки ошибкам осы болушы еді. Пока что мен еш нәрсе көріп тұрған жоқпын, и даже егер де осылай жабылатын болса да, а это вероятно, кстати, неге десеңіздер, потому что мына жерде көріп тұрғандарыңыздай өте ондай низковолатильный моменттер болып тұр свечалардың іштерінде, потому что әрине выходной күн. Поэтому все возможно, мен ничего не буду жалеть, это 100%, менде риск 0,5% болды, выходной күн тем более. Поэтому мен ешқандай ондай нәрсе жазбаймын. То есть ананы өшіріп тастасам болады в принципе, бірақ та өздеріңізге заметка қалдырыңыздар. Дополнительно мына жерге описаниеге сіздер қалай скриншотты қалдырсаңыздар болады. Яғни алғашында сіздер 4 сағатты таймфреймнің скриншотын қалдырыңыздар, өздеріңізге потом ыңғайлы болады. 4 сағат дейсіздер. Ctrl-C, Ctrl-V. То есть 4 сағат деп жаздым, Ctrl-V-ны бастым, менде автоматически копировать етілді. Копировать, то есть вставить етілді. Копировать еткен кезде мына жер өзі копировать етілді менде. Далее 1 сағаттікі. Копировать. 1 сағат. Ctrl-V. Далее 10 минуттық таймфрейм. Копировать. Ctrl-V. Все. Енді сделка жабылғаннан кейін немесе стоп-лоссқа, буға немесе былайша жабылған кезде take profitпен болса да, біз қайтадан осы скриншоттарды после отработки тоже тағы да қайтадан қойып шығуымыз керекпіз, чтобы біз картина до и после көру үшін. Именно осылай біз дневникті жүргіземіз. Именно осылай адамдар өздерінің ошибкасымен жұмыс жасайды. Егер де сұрақтарыңыз болса, обязательно комментарийге қойыңыздар. Бізде телеграм чаттарымыз бар. Курс бойынша қоятын болсаңыздар, сұрақтарыңыз тоже телеграм қойып өтсеңіздер болады. Сол жақта барлық ақпараттарымызды береміз. В принципе, сіздерге барлығын түсіндіре алдым деген ойдамын. Так что сау болыңыздар, ауырмаңыздар, бәрі жақсы болады.